Қайырлы күн, қолөнер каналына қош келдіңіз. Бүгінгі мастер-класста мен сіздерге осындай моншақтан жасалған сумочканы көрсететін боламын. Мендегі моншақтың номері 8 номерлі моншақ, хамелеон түсті, және лесканың номері менде 7, және осындай чепчик керек бізге. Лесканың екі ұшын міндетті түрде екі ұшы бірдей болу керек. Осылай екі ұшын теңестіреміз. Енді соның біреуіне 4 моншақты бірден өткіземіз. Мынау өткізген 4 моншақты ұстап тұрып, мына моншақтан бізде соңғы өткізген моншағымыздан лескамыз шығып тұр ғой. Сол лесканы қайтадан тура кері қарай жүргіземіз. Осылай ілмек жасаймыз. Міне, осындай ілмек пайда болды. Енді лескамыз оралып тұрғаннан кейін кішкене кедергі жасап жатыр да. Міне осылай ілмек жасап алдық. Енді қарама қарсы беттегі лесканы сол ілмектің ішінен өткіземіз. Міне. Содан соң қатты тартып, мына жердегі түйін пайда болады. Сол түйін міндетті түрде мына моншақтың ішінде қалу керек. Мына моншақты ұстап тұрып, яғни оңға қарай тартамыз. Яғни түйін мына жақта болса, мына лесканы тартамыз, мына жағында болса, мына лесканы тартамыз. Яғни салыстырмалы түрде қысып, моншақтың ортасына сол түйінді келтіреміз. Енді мына жақтан, оң жағынан 2 моншақ өткіземіз. Осылай болды ғой. Енді мына жағынан 1 моншақ өткіземіз. Міне, мына жағынан 1 моншақ, мына жағынан 2 моншақ өткіздік. Енді мына 2 моншақ өткізген жерден мынау екінші моншағымыздағы шығып тұрған лесканы қайтадан сол лескадан осылай ілмек жасаймыз. Тек біреуінен ғана, екеуінен бірдей өтіп кетпеу керек. Тек біреуінен ғана жасаймыз. Кіргізіп, мына жағынан тартамыз. Жіп ұзын болғандықтан бізде жібіміз шатасып тұрған сияқты болып көрініп тұрады. Солай кішкене күрделі болып тұр. Осындай ілмек болды ғой. Енді біздегі қарама-қарсы жақтағы лесканы өткіземіз. Міне.
міне бізде осындай өрнек пайда болды. Енді тағы да солай қайталаймыз. Мына жағынан 2 моншақ. Ал қарама-қарсы беттен 1 моншақ. Бізде бірінші қатарда солай 3 моншақпен, көбінше 3 моншақпен жұмыс жасаймыз. Тек алғашқы өрнек қана, біздегі мынау алғашқы өрнек қана 4 моншақ саламыз. Ал қалған бірінші, осы тек бірінші қатарда ғана біз 3 моншақпен жұмыс жасаймыз. Осылай мына жақтан 1 моншақ, мына жақтан 2 моншақ салдық қой. Сол екінші моншақтан қайтадан тек соңғы моншағынан ғана ілмек жасаймыз. Осылай ілмек жасадық. Енді қарама-қарсы беттегі лесканы кіргіземіз. Қайтадан мынандай түйінді моншағымыздың ортасына әкеліп орнатамыз. Бұл бізде үшінші өрнек. Біздің лескамыз оралып тұрғандықтан осылай қашан кішірейгенше кішкене кедергі жасайды. Бірақ ең бастысы бір түсініп алсаңыздар өте оңай. Моншақтармен жұмыс жасау өте оңай. Мына жақтан 2, мына жақтан 1.
оқыдық. Енді біз екінші қатарда мына екі жақтағы лескамыз жоғары қарау керек. Ол үшін біз тек қана бір жақтағы мына сол жақтағы лескадан бірден так 3 леска саламыз. Біреу, екеу, үшеу. Міне. Тек сол жақтан ғана біз 3 лесканы салдық, 3 моншақты салдық, яғни біздің лескамыз жоғары қарап бұрылу үшін. Енді ең соңғы моншақтан сол лесканы қайтадан кері салып ілмек жасаймыз. Осы ілмектен қарама-қарсы тұрған лесканы аламыз. Міне осылай қысамыз. Міне біздің екі жақтан шығып тұрған лескамыз міне жоғары қарады. Яғни мына жақта еді ғой, екі жақта еді ғой, біз соны бұру үшін бір жақтан 3 моншақ салдық. Енді бізге тағы да осы лесканы кері қарай жүру үшін біз тағы да мына жақтан 3 леска саламыз. Міне. Енді біз кері қарай қайтадан тура осылай жасаймыз. Қайтадан болғанда бізде уже бірінші рядты біттік қой. Біз екінші, үшінші қатарды тоққан кезде мына біздің моншағымыз, өрнектеріміз түзуленетін болады. Қазірше бір қатар болғандықтан осылай қисайып тұр. Енді бізде бірінші қатар болып есептелді. Енді екінші қатарымыз басталды. Енді бізде осылай лескамызды бұрып, осылай бір моншақты тағы да екінші қатардың басына бастау үшін 3 лескадан салдық. Енді біз мынау асты жақтан, моншақтың асты жағында тұрған лесканы жанындағы моншақтан өткіземіз. Өткіздік. Енді жоғары жағынан тағы да 2 моншақ қосамыз. Енді біз екінші қатарда тек жоғары жақтан 2 моншақ қосып отырамыз. Біз жаңа бірінші қатарда бір жағынан 2, бір жағынан 1 қостық қой. Енді бұда тек жоғары жағына қарап тұрған лескадан 2 моншақ тізіп отырамыз. Қайтадан тура соны қайталаймыз. Астыңғы моншақтың астынан шығып тұрған лесканы жанындағы моншаққа өткіземіз. Солай өткізіп тартамыз. Енді мынау жоғары жаққа қарап тұрған лескаға 2 моншақ тіземіз. Біреу және екеу.
байқасаңыздар, уже бізде мынаған қарағанда екінші қатар жаймен түзуленіп келе жатыр. Иә, міне астындағы лесканы қайтадан жанындағы лескаға өткіздік. Мына жоға жақта тұрған лескаға қайтадан 2 моншақ тіземіз. Тура соңғы салған моншақтан ілмек жасаймыз. Мынандай жағдайларда болып жатады. Шатасып, мына жерден емес, мына жерден тоғып жіберу де мүмкін. Себебі мына жерде дәл осылай былай қысылып қалуы да мүмкін. Сол себепті мұқият өте абайлап тоқимыз. Әсіресе осындай мына арасындағы моншақтар қалып кетпес үшін. Ол моншақтар қалып кетсе, соңына жеткен кезде ол түзу болмай шығады. Міне дәл осы қатарды соңына дейін тоқып шығамыз. Және үшінші қатарды қайтадан көрсетіп, одан кейін мына жерде бізде леска жетпей қалған жағдайда не істеу керектігін барлығын видео арасында көрсететін боламын. Екінші қатардың соңына келдік. Енді мына жерде менде лескам кішкентай болып қалды. Енді ол үшін мен не істеймін? Осы жерге келіп тоқтап тұрмын. Енді мынау кішкентай лесканы артқа қарай жүргізіп, тағы да бір рет бекітемін. Солай бекіттім. Байқасаңыздар, кері қарай жүріп, мына моншақтан ілмек жасап алдым. Енді осы ілмектен екінші қарама-қарсы беттегі лесканы өткізіп, тағы да бір рет бекітіп аламын. Тағы да солай қайталаймын. Енді түбінен қиып алып тастауыма болады. Міне 3 рет бекітіп алдым. Қайтадан
Қайтадан лесканы керекті мөлшерде қырқып аламыз. Және де тура сол келген жерде сол моншақ, осы моншақ, яғни осы жерден келіп тоқтадық қой. Тура осы жерге осы лескамызды өткіземіз. Осы моншақтан. Және жанындағы моншақтан да өткіземіз. Лескамыздың екі ұшын теңестіреміз. Және тағы да жоғар жағынан екі моншақ өткіземіз. Осылай бекітеміз. Қасындағы лескадан өткіземіз. Жұмысымызды осылай бұрып, енді мына жақта бізде екінші қатарды аяқтадық, және бірінші қатардағы жоғар жақты моншақтан лескамызды өткіздік. Енді тура осының жанынан біз екі лесканы, екі моншақ өткіземіз. Себебі біз мына жақта бұрылған кезде біреу үшеу өткіздік қой. Ол кезде бізде мына жақта тек бір-ақ моншақ қалған болатын. Енді біз мына жақтан екі моншақ өткіземіз. Себебі бізде өрнегімізде 4 моншақ болу керек. Және ол екі моншақтан тағы да біздегі қажетті екі моншақ уже бізде бар. Осы екі моншақ. Және мына жағынан біз тағы бір жағынан тағы да екі моншақты саламыз. Бізде лескамызды жоғары қарай бұру мақсатында мына жағынан саламыз. Міне, біздің өрнегіміз дайын болды. Енді біз екінші қатарды толық біттік. Енді үшінші рядта біз мына лесканы мұнда алып келуіміз керек. Сол себепті біз мына жақтан бірден үш моншақ саламыз. Себебі бізде 4-ші моншақ уже бізде дайын. Өзінен өткізіп ілмек жасаймыз. Және қарама қарсы беттегі лескамызды тартамыз. Міне, біздің өрнегіміз дайын. Енді мынау жанындағы моншақтан өткіземіз. Және жоғар жағынан екі моншақ өткіземіз. Және бекіту амалын жасаймыз. Ілмек жасап, сосын мына жерден бекітеміз. Тағы да бір рет қайталап көрсетіп жүрейін. Астындағы моншақтан
мына биздеги постоянно осы жұмыс моншағы болып тұрады. Осы жердегі моншақтар. Және міне осы астыңғы лесканы тура жанындағы моншақтан өткіземіз. Және жоғары жағынан екі моншақ өткізіп бекітеміз. Үшінші қатарды дәл осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Және де бұл бізде енінде 22 моншақ бар. Енді бізде биіктігі керек. Биіктігі жоғары, яғни ұзындығы жоғары қарай тоқылуы 27 қатар немесе 29 қатар, ол өздеріңіздің қалауларыңызша болады. Солай 27 немесе 29 қатарға дейін тоқып шығамыз. Тоқып болып қалды. Мен тоқып көрсеткен кезде мына жағын 22 моншақ қылып көрсеткен болатынмын. Жалпы мына жағы еді ол 22. Былай қараса маған ені тым үлкен болып көрінгендіктен мен былай қарай 20 қатар тоқыдым да, осы 20 қатарды ені етіп алдым. Ал мына жақтағы 22 қатарды тағы да тоқып 33-ке жеткіздім. Сонда менде 33-ті ұзындығы болды. Мына жақтағы 20 қатарым менде енді болып қалды. Енді мына жерден 14 моншақтан 14 мен 15 моншақты майыстырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Міне 14 майыстырдым. Мынау бізде 5 моншақты табанына қалдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Және тағы да 5-ші моншақтан кейін тағы да майыстырып шығамыз. Осылай енді екі қабырғасын тоқып көрсететін боламын. Үшін тағы лескамызды алып 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, міне 14. 14-ші моншақтан кіргіздім. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5. Міне. Бізде мына жақтан санаған кезде 14-ші моншақ болды. 14-ші моншақтан өткіземіз және тағы да 15-ші моншақтан өткіземіз. Лескамыздың ұшын теңестіріп аламыз. Енді мынау жоғары жағынан біз 2 моншақ өткіземіз. Және осыдан ілмек жасаймыз. Астындағы моншақтан өткіземіз тағы. Уже біз мына жағынан жалпы санаған кезде мына бізде 14 болды ғой. 14, 15. Осы 14 пен 15-тен бір өрнек шығамыз. Енді мына жерге 16-шы моншақтан өткіздім. Бұл астыңғы лесканы алып өткіздім. Енді соның үстіңгі жақтағы мына лескаға тағы да 2 моншақ тіземін. Мына 17.
15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Міне. Тағы да жоғары жағынан 2 моншақ тіземіз. Енді мына жақтан санаған кезде біздегі мына моншақ 14-ші моншақ және мына 15-ші моншақ. Енді біз осыдан да өткіземіз және мына 14-ші моншақтан да өткіземіз. Міне бізде уже негізі өрнегімізде 4 моншақтан құралған ғой. Енді бізде мына жерде уже бізде 3 моншағымыз дайын. Енді біз 1 моншақты саламыз. Тек 1 моншақ өткіземіз ең соңында және содан ілмек жасап бекітеміз. Міне бізде уже бұл жерде де 4 моншақ құралды. Түйінді моншақтың ортасына келтіреміз және енді жоғары жағынан өткіземіз моншақты. Енді үстіңгі лескадан 2 моншақтан өткіземіз, дәл бірінші қатардағыдай. Және мына астыңғы лесканы астыңғы моншақтан өткіземіз. Біреуінен өткіземіз. Және үстіңгіден тағы да 2 моншақ тіземіз. Үстіңгіден 2 өткіземіз. Тағы да үстіңгі лескада тағы да бізде екінші қатардың соңғысына келдік. Бұл жерде де бізде мына астыңғы лескадан өткіземіз және соны жоғарғы моншақтан өткіземіз. Бұл жерде де бізде уже 3 моншақ дайын. Енді тек 1 моншақты саламыз. Ілмек жасаймыз және бекітеміз. Екі моншақ өткіземіз. Бекітеміз.
Бұл да тура осы қабырғаларын жандарын тоқығандай техникада тоқимыз. Тоқылуы бір. Тағы да жоғары қарай жоғарғы моншақтан іліп аламыз. Бізде лескада 2 моншағымыз дайын. Енді 2 моншақ тіземіз. Міне дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Және мына жақтағы келесі қабырғаны да дәл осылай етіп тоқып шығамыз. Одан кейінгі бөлімді міндетті түрде тағы да көрсететін боламын.